Маңғыстау жері мен елінің кең де терең тарихының қос тармағы жем бойы Жылой өлкелерімен тығыз байланысты. Өткен ғасырдың 30-шы жылдарының ортасына дейін Маңғыстауға, яғни Адай уезіне қарап, кейін Ақтөбе және Атырау облыстарына енген қазіргі Байғанин мен Жылой аудандары аумағындағы тарихи мәдени ескерткіштер және 18-19 ғасырлардағы тарихи тұлғалар туралы мәліметтер назардан тыс қалып келеді. Солардың бірі Дәуімшар Құдабай батырлар мен олардың жем бойындағы жорықтары туралы деректер. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында айтқан ұсыныстары аймақтық деңгейде ғана ұлықталып, ұрпақтары тарапынан ғана еске алынып тұратын ұлы тұлғалардың ерлігі мен еңбегін мемлекеттік деңгейде тарихи тұрғыдан лайық бағалауға негіз болды. Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған бір туар перзенттер бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс. Тарих таным үшін һәм тағылым үшін маңызды. Арысы адамзаттың берісі ата-бабаларының басынан кешкен, елі мен жерінде болған оқиғаларды ұрпақтары біліп қана қоймай, олардан үлгі де, сабақ та алуы керек. Осы орайда 1810 жылғы Дәуімшар Құдабай жорығын жұрт жадында жаңғырту мақсатында маңғыстаулық және ақтөбелік ел азаматтары еске алу шараларын ұйымдастырды. Әлқиса, Дәуімшар Құдабай деген кімдер дегенге шағын энциклопедиялық анықтамалық деректер мен ақын жыраулардың шығармаларынан және өлкетанушылар мен баһадүр бабалар ұрпақтарының жазбаша және ауызша әңгімелерінен жауап табамыз. Халық ақыны, ауыз әдебиетін жинаушы, шежіреші Үбіғали Бақтығалиұлы Бабалар баяны кітабында былай дейді: әңгімені атадан бастасақ, Адай Келімберді мұңал 40 мылтық атанған Шоғы батырдың үлкен ұлы Есекейден Жарас, одан Тікенек атты бір ұл туады. Тікенектен Құттықадам, Қармыс, Сармыс, Бозша, Сексенбай атты 5 ұл туып, 5 тікенек аталады. Дәуімшар батыр Құттықадамның ұлы Қуаттан туғанда, Құдабай батыр Сармыстың кіші баласы, яғни екеуі бел немере. Қос батыр ер жетіп, ат жалын тартып мінгесін Құттықадам, Қармыс, Сармыс батыр аталарының жолын қуып, ел қорғап, патша үкіметінің отарлау саясатына және қоныстас қалмақтардың басқыншыларына қарсы жанын құрбан етіп күрескен халық батырлары. Әдебиеттанушы ғалым Қабиболла Сыдиғұлы елеулі есімдер бағалы басылымдар атты кітабында 17-19 ғасырларда өмір сүріп, ел намысын қорғаған халық батырлары туралы жазып келіп былай дейді: Иса, Досан, Сүгір, Орақ, Дәуімшар, Құдабай сияқты батырлар патша үкіметінің отарлаушылық саясатына қарсы шыққан халық батырлары. Халық батырларының бір қатары тарихи деректерде кездеседі. Бір қатары ақындар жырында, шежірелер мен аңыз әңгімелерде айтылады. Олардың бір қатарына замандастары ескерткіш бейіттер, күмбез кесенелер тұрғызған. Тарихи оқиғаларды зерттеп зерделеуде қазақтың ауыз әдебиетіне, аңыз әңгімелер мен сол тұстағы ақын жыраулардың жыр дастандарына да жүгінеміз. Өйткені олардың негізгі арқауы өткен тарихымызға арналған. Жорық жыршысы атанған Қалнияз жырау Шопығұлы, Сармыс Шотан Ержанақ қалмақ жаумен шабысқан, Атағозы Ершабай, Өмір Лабақ Құдабай дұшпанды қуған қоныстан, Дәуімшар Мыңбай Ердосан патшаға қарсы ұрысқан десе, қоштасу сөз жырында тартынбай шапқан ерлер-ай, қаптағанда жау қалмақ, солардың бәрі бұрынғы белгілі Бегей Қозыбақ, Есек Мерген Сабытай, Сармыс пен Шотан Ержанақ, Атағозы Ерлабақ, Жылқайдар мен Ерқонай жақындатып айтқанда жауға шапқан Жасқанбай, Қара Күшік Қарақай, ойрандаған орысты Дәуімшар мен Құдабай, бағынбаған патшаға Иса, Досан, Ер Мыңбай деп есіл ерлердің есімдерін түгел тізбектейді. Ал Қалнияздан кейін өмір сүрген Қалым жырау Тұманұлы бұл батырлардың ерлігін дәріптей түседі. Дәуімшар мен Құдабай патшаның әмір жарлығы, қазаққа қылған зорлығы, көңілге жүрген ұнамай, сол себептен қос батыр қазақ елі ар үшін, атақоныс жер үшін, аянбай жұмсап бар күшін жауға шапқан шыдамай. Қос батырдың найзасы желкесінен тигенде қарсыласқан жауының бастары кетті домалап, кеудесі қалды құлабай. Қалмақпен де соғысып, жесір алып олжалап, шайқасып өтті бұл адай. Жыраулардың соңғы сарқыты Сүгір Бегендігұлы Мүштарих сөзінде дұшпанға қарсы шауып олжа алған Сармыс батыр Дәуімшар Құдабайым халқының қамын ойлап төле молда түркіменмен тату өткен бұл адайын, моласы осылардың жем бойында барғанда дұға етің сіз ағайын деп ерлік пен елдікті, парыз бен қарызды еске салады.
Дәуімшар мен Құдабай батырлардың соңғы жорығы шамамен 1810 жылдың күз айларында болады. Қатарына ағылшын сарбаздарын қосып алып, барлау жұмыстарын жүргізіп, отарланған жерлерді игеруді жоспарлаған Ресей патша үкіметінің әскеріне қарсы аттанған. Жем бойында беттесіп алғашында алыстан атысып тұрған екі жақ бір-бірінің қару қуатын байқайды. Сөйтсе орыс отрядының отты қаруы бұлардікінен басым екені білінеді. Бір мезгілде жаңбыр жауады. Сол сәтте бұлар ақылдасып, зеңбіректің білтесімен оқ дәрісі су тигенде от алмай қалып, атылмауы мүмкін. Келіңдер, біз осы жолы патша әскерінің үстіне атой салып, араласып, найзаласып, қылыштасып, жеңіске жетеміз деп лап қояды. Патша әскері өздеріне қарай шауып келе жатқан аламанға зеңбірек пен пулеметтен оқ жаудырып, қырғынға ұшыратады. Батыр аңғал, ер қамсыз деген сөз бар. Жауынгерлік дала заңын ұстанған батырлар аңғалдығынан ақ көздікке салып, қамсыздығынан зеңбіректің добына ұшырап, қапыда қаза табады. Бассардар Дәуімшар батыр арманда кетеді. Әділетсіз соғыста қара күшті қару жеңеді. Екі жақтан да көп кісі өледі. Сүгір жырау Босша көбейсінге арнаған толғауында. Босша ауылдың ішінен не жақсылар өтулі, Жұмағазы Төлептен шайырың баян етулі, ашайын сөздің тиегін, Дәуімшардың жауды өлген, өтеміс алған сүйегін, кемде ешкім айтқан жоқ, өтеміс ердің бұжерін деп толғайды. Арада 2-3 күн өткен соң соғыста өлген адамдарды жинап жүргенде аттың екпінімен ойпаңдау жерге құлап түскен Құдабай батырды інілері Серғазы, Қабаш батырлар тауып әкеліп, Дәуімшар ағасына жақын маңға Сармыстың өзге де ұлдары жатқан молаға жерлейді. Содан бері бірі Дәуімшар, бірі Құдабай моласы атанып кетеді. Екеуінде де екі батырдың әулеті, туыстары мен ұрпақтары жерленген. 14 жасынан батыр болған, жауға шапқан Дәуімшар деген. Сол жем бойында орыстармен соғысып, сол жерде қаза болыпты. Орыс қырда, олар төменде. Орыстар сол жаңағы көлікпен, арбамен келатқан, олар қоршап алып, бұлар шығармаған. Осы қырдың басынан мына жемнің бойындағы біздің аталарымызды қырып тастаған екен дейді. Ол 14 жасында батыр болғанда бір ауылға келгенде бір үлкен кісі, енді бір ауылдың ақсақалы. Жаңағы біздің атамызды көргеннен кейін құрақ ұшып 14 жасар бала, анау енді 60-70-ге келіп болған, болмаса 50-60-та сонда енді үлкендеу кісі болған. Жаңағы кісіге құрмет көрсетіп, алдына түсіп, атын ұстап түсіріп, мінгізіп, ауылдан шығарып салыпты. Содан келгесін енді қасындағы ағайындары тұрған. Ау, сен бәленше кесе мынауың не, сен өзің дардай сақалыңмен қарғадай балаң соңы беріп кеткенің депті. Сонда жаңағы кісі айтты, ай шырақтарым-ай, мен періштеден ұлым ба? Ол Дәуімшардың атының шылауында 14 періште жүр деген екен дейді, деп әкеміз айтып отыратын еді. Олар деген кәдімгі ағылай шейіт кеткен адамдар, жауда өлген адамды жуындырмайды, жатқан жерінде көме береді. Олар ағылай шейітке деген грапаға жатады деп біздің шал айтып отыратын еді. Дәуімшар атаның енді бұл жерде қаза болуына себеп болған, бұл орыстың патшалығынан рұқсат алып, әскер алып, ағылшынның барлау экспедициясы осы жерге келген түгел қару жарағымен кәдімгі. Енді мына бөтен ел, бөтен жерге келатқасын енді орыстан әскер алған болу керек деп ойлаймын. Сол ағылшынның нелерін осы жерге орыстың патшалығының берген бұйрығына бағынбаймыз, жерімізге қоныстандырмаймыз деп қарсы соғысқа шығып, содан сол соғыста Дәуімшар деген атамыз қаза болған. Соның көрсеткен ерлігінен болу керек. Мына жердегі халықтың бұндай шабуылына көнбейміз деп, біздер көндік алмаймыз деп келген барлау экспедициясы кейін қайтып кеткен. Енді әр аймақтың энциклопедияларын парақтасақ. 2002 жылы жарық көрген Батыс Қазақстан облысы тарихи және мәдени ескерткіштерінің жинағында шағын дерек берілген. Дәуімшар батыр 1770-1810 жылдары өмір сүрген. Мұңалға кіретін шоғы 40 мылтық руының Есекей тармағынан. Оның өмірі, ерлік жолдары үстірт, жем, сағыз аймақтарымен тығыз байланысты. Осы өңірді басып алуға тырысқан қалмақ, башқұрт, хиуалықтардың бетін қайтарып, ұрпақ алдында өшпес ерлік үлгілерін қалдырған. Қалел Досмұхамедұлы Дәуімшардың батырлығын жоғары бағалап, оны Атақозы, Сүйінқара, Өтен, Нарымбай, Құлбарақ, Жапаберді, Мыңбай, Көктөбай сынды ерлердің қатарында атаған. Моласы Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Жарғамыс ауылынан оңтүстік батысқа қарай 37 шақырым жерде Дәуімшар қорымы деп аталады.
Басына кесене тұрғызылған. 2001 жылы шыққан Ақтөбе энциклопедиясында Дәуімшар қорымы туралы мәлімет бар. 18 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында қойылған 200-ден астам ескерткіштерді қамтитын бұл зират Адайдың 40 мылтық бөлімінің батыры Дәуімшар есімімен аталады. Дәуімшардың бастауымен қазақ жасақтары кезінде ағылшындар экспедициясымен қақтығысып, содан көп адам қаза табады. Осы ұрыста қаруы аса көп ағылшындар оғынан адайлардың көп адамы шейіт болады. Келімсектер жағынан да шығын болады. Ағылшындардың моласы қауымның етек жағында жатыр. 2011 жыл жарық көрген Айбын энциклопедиясында Дәуімшар Құттықадамұлы Ресей отаршылығына қарсы күресте қазақ жерінің тұтастығын сақтауда көрсеткен ерлігі мен табандылығымен танылған батыр. Кіші жүз құрамындағы Адай тайпасынан шыққан. Әкесі Құттықадам Тікенекұлы қалмақтармен шайқасқа қатысқан. Орталық үстіртте Білеулі керуен сарайынан оңтүстік шығысқа қарай 25 шақырым жерде жерленген. Ал Маңғыстау энциклопедиясы қазақша, орысша, ағылшынша үш тілде жарық көрген Каспий қайраңы тарих тағылымы кітабында да осы мәліметтер көшіріліп, аударылып берілген. Бәрінде Дәуімшар Құттықадамұлы деп жазылған. Негізі Дәуімшардың әкесі Қуат, ал Құттықадам батырдың атасы. Енді бір ең өрескел қателік Батыс Қазақстан облысы энциклопедиясында Дәуімшар мен күйеу баласы Құғабай батыр Майдан даласында қаза тапқан деп жазылған. Одан кейін шыққан Айбын энциклопедиясында шайқаста қаза тапқандардың барлығы, соның ішінде қарсыластарының басым күшінен сескеніп, шайқасқа қатысудан бас тартқаны үшін Дәуімшардың өз қолынан қаза тапқан Құдабай батыр да сол жерге жерленіп, ол жер Дәуімшар қорымы деп аталып кеткен деген қате деректер бар. Дұрысы батырдың есімі Құдабай. Ол Дәуімшардың бел немере інісі және Дәуімшардан кейін өлген. Ал Дәуімшар батыр жорық кезінде жаудың қаруы күшті екеніне көзі жеткен соң шабуылға шығудан бас тартқан күйеу баласын өз қолымен өлтіргені рас. Бірақ ол да іргелі рудың белгілі батыры болғандықтан ел ішіне ірткі салмау үшін аты аталмайтын. Сондықтан бүгінгі зерттеушілер жаңылысып жаңсақтыққа жол берген. Жаңылыс әңгімелер өте көп болады. Бұл жерде кей уақыт өткен сайын кейбір тұлғалар мифтік тұлғаға айналып кетеді. Ол жөнінде айтылатын аңыздар да әңгімелер де көп болады. Жалпы Құдабайдың қайтыс болған жерін мына Қапталдағы Құдабайдан кейін қарта арт жаққа таман соның артындағы мола деп есептейтін еді. Ол Дәуімшардың күйеу баласы болып шықты. Ал енді мына картада көрсетілген көрсеткіш бойынша мына жерде мына Құдабайдың қауымы болып шықты. Құдабайдың. Сондықтан біз жаңағы ана жердегі бұрын өлді деп сол араға қалды, аттың жалын құшып сол араға құлаған екен, сол жерде қан тамып өлген жер деп есептеген кейбіреулер сол Құдабайды жаңылысып Дәуімшардың күйеу баласы деп айтып жүрген. Ал шын мәнісінде жаңағы Дәуімшардың күйеу баласы ол Бердібек батыр болып шықты. Ал мына жерде тұрған қазір Құдабайдың есі. Ол картада Құдабай деп жазылмайды, Көзебай деп жазылады. Бірақ енді ол енді дынық зығылып жазып берген болу керек, орфографиялық ереже картаға түскенде. Дәуімшар Құдабай деген ерте кезден ақ белгілі болып жатқан аттар біздің жерімізде. Қазіргі кезде осы Қазақстан Республикасы үкіметінің жарлығы бойынша мынау қасиетті киелі орындар деп белгіленіп отқан тарихи ескерткіш есебінде осы жем бойында 4 қауым бар. Біреуі соның бірі осы Дәуімшардың қауымы, екінші Қарасақалдікі, үшіншісі Сүндеттің тамы, төртінші Асанқожаның тамы. Патшалық Россияның, Ресейдің зерттеушілеріміз, біз сол жаңағы геологический жер рельстермен айналысамыз деп ғалымдардың есебінде әскери күшіменен арнайы осы жемнің Европалық бөлігінен Азия бөлігін зерттеуге жатқанбыз деп ылғи өтіп кетіп жүрген. Осыны ел халық болып жиналып, өзінің қарамағындағы сарбаздарына айтып, бес қаруы түгел болсын, тарақты аттармен, жасақтарымен дайын болсын, елге хабардар бар. Тағы да тілмәштеріміз айтып жатыр. Мына Орал қаласынан, Орынбор қаласынан келетқан әскери күші бар, тағы зерттеушілер шыққан екен деп. Бұл хабарды естігеннен кейін жаңағыдай дайындықтың үстінде отырады. Бірақ сол қалай болғанда осы жолы өткізбейміз деп. Мына оң жағымыздағы батыс жағында Ақбота деген жер көздің ұшынан көрініп тұрған. Ары жағы танау Сүндет, Қарасақал дейді. Осы жерлердің бүкіл көз алдымызда көрініп тұрған бағыттың бәрін
олар сұрайлы жер, осы араны біз бекініс салуымыз керек, немесе ары қарай өтіп өзіміздің мынау Доңыздау, Зымыстан дейді, бұлақты жердің сулары аспанға атылып жатқан сұрайлы жерлердің бәрін межелеп сол өздерінің картасын түсіріп болған екен дейді. Оның бәрін біліп қанық болған біздің жаңа Дәумшар баба атамыз бұл жолы қалай болғанда тойтарыс беріп өткізбеуге тырысады. Оны енді тілмаштар арқылы хабаршылар дейді, ол кезде жеткізіп болады, сіздерге қарсы болып жатыр, бұл жақын бітімі жоқ, келіспеушілік туды, не де болса деп оларға хабарын жеткізеді. Бірақ орыс әскері өзінің күшінің басымдылығыменен, өзінің саясатыменен келе жатқан толқынды күш, әскери жасақ қалай болғанда да осы жерден бұзып жарып өтіп, олар бағындыра отырып, осы жерін иемденудің әуелден тапсырмада солай болса керек. Петербордан шыққандағы онда тек қана ғалымдар емес, жаңа зерттеушімізде жүрген әскери шені бар офицерлер, адъютант казачествоның небір жаңағы жауапкершіліктегі адамдары солармен бірге болған деп. Олардың келісімінен сіз-ақ жиыннан өтпекші болып беттеп келе жатады. Сонда осы нән үлкен қырдың үстінде жаңа дайындап қойған сарбаздары осы бетті қалдырамыз, кәпірлерді біздің өзіміздің елге аяқ бастырмай өткізбейміз деп осыларда қол шайқас, қолма-қол шайқас болады. Сөйтсе оларда зеңбірік, жаңағы алыстан ататын шимылтықтың түрі, алыстан садақпенен найзаның ұшы жетпейтін жерден ақ олар қорғаныс жасай алатын қарудың басымдылығы болған. Бірақ соған қарамастан олар сол әскерлерге төтеп береміз деп қарсы шығады. Осы мына тұрған біздің жерімізде айналаның бәрі көрініп тұр, мына жем өресінің жаңағы орыс әскеріменен қолма-қол шайқас осыларда болған екен дейді. Себебі мына біз тұрған төбенің айналасында әр жерде қарайып басында бір мына мұсылманша немесе ескерткіш аты жөні жазылған бейіттер жоқ. Тек қана бұл жерде орыстың әскерінің орыс маласы деп кеткен кейін халық тұрған ел. Себебі ол жерде олардың аты жөні, кім екені туралы жазылмаған. Тек өлген адамды сүйреп арқалап кетелмағандықтан сол жерге шейіт болып жаңағы жан тәсілім болған жерде көміп кете берген. Сөйтіп олар осы төбенің айналасының барлығы неше бір гектарда аумақты алып жатырған орыс маласы деп қазақ атап кеткен. Ең бірінші Дәумшар баба сол тойтарыс беріп неткен кезде жерінің бойы дүр сілкініп топтаса бастайды. Жерімізді алмақшы екен, Ақпатша бізге өзінің үстемдігін жүргізбекші екен. Оған ел халық жаңағы ейлана қойып, оларға бере қойын деп тұрған олар жоқ, қалай болғанда жер үшін деп тұрған белін буып тұрды. Сол заманда жаңағы осы 40 жасында шейіт кетіп, елім, жерім, келешек ұрпақ үшін деп қалай болғанда да осыны қайтару керек бетін деп осыларда жан пейда болады. 1810 жылғы орыстың отарлау саясатына қарсы соғысқан жем бойындағы Дәумшар Құдабай жорығы кейінгі 1836-38 жылдардағы Жайық бойындағы Исатай мен Махамбеттің 1870 жылғы Шауыздағы Иса мен Досан бастаған көтерілістердің басында тұрды. Ортақ тарих, ұқсас тағдырлар. Бірақ өз заманында бірге жүріп, арқа сүйеп, иық тіресіп соғысқан егіз ерлерді бүгінгі біздердің бөлуіміз тарихи әділетсіздік болар еді. Дәумшардан Құдабайды бөліп алу Исатайдан Махамбетті, Исадан Досанды бөлгенмен бірдей. Құдабай қорымының кеңестік әскери картада Күзебай деп жазылған күйінде ғана есепке алынбай қалып, мемлекет қамқорлығына өтпеуі, археологиялық қазба, ғылыми зерттеу жұмыстарын қажет етіп тұрғаны осындай ой түюге мәжбүрлейді. Біз халықтың санасына жалпы ұлттық қасиетті орындар ұғымын сіңіруіміз керек. Ол үшін Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары немесе Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы керек. Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады. Оны сол халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі. Біз ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз. Ұлы даланың көз жеткізгісіз кең байтақ аумағы тарихта түрлі рөл атқарған. Бірақ осынау рухани географиялық белдеуді мекен еткен халықтың тонының ішкі бауындай байланысы ешқашан үзілмеген. Біз тарихымызда осынау көркем, рухани қастерлі жерлеріміздің бір тұтас желісін бұрын соңды жасаған емеспіз. Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени географиялық белдеуі неше ғасыр өтсе де бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап,
аман алып шығатын символдық қалқанымыз әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы. Ол ұлттық бірегейлік негіздерінің басты элементтерінің бірі. Елбасы ұсынған Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасына Дәуімшар мен Құдабай қорымдары бірге енуі тиіс. Ол үшін аймақтар арасындағы мәдени-рухани қарым-қатынасты күшейтіп, өлке зерттеушілері бірлесе жұмыс жасауы керек. Осы мақсатты көздеген маңғыстаулық және ақтөбелік ел азаматтары 2017 жылғы 29-30 маусым күндері Дәуімшар Батыр қорымында ас беріп, Баба бейіті басында 16 жыл бұрын салынған түнек үйді толық жөндеуден өткізіп, кейбір ескерткіштердің жанына құлпытастарын қайта орнатты. Бабалар рухына тағзым деген үлкен ауқыметті шара барысында осы мына жемнің сағыздың жағасына келіп отырмыз. Бұл қасиетті жерлер талай елімізді өзінің суымен, малымызды өзінің тоғайымен, шөбімен алып қалған, асыраған киелі өлке. Бұл киелі өлкеде талай бабаларымыздың тері төгіліп, осы жердегі қорымда жатқан шейіт болған аталарымыздың ұрпақтары келіп сондай үлкен жақсы шара өтіп жатыр. Шара садақа қабыл болсын, бас аман бауыр бүтін болсын. Осындай дәстүрімізді, осындай батырларымызды әрқашан қастерлеп өтейік. Мына жерге де әлде көптеген жұмыстар керек екен. Сол жұмыс игі жұмыстың бастамасын деп мына шоғының ұрпақтары, оның ішінде Дәуімшар, Құдабай, Рақ батырлардың ұрпақтары келіп сондай игі жұмыстар жасап жатыр, садақа беріп жатыр. Бәрі де қабыл болсын. Дәуімшар атамыз заманның белгілі биі болған, еліне өзінің саясын салып жүрген үлкен қолбасшы батыр болған аруақты ата екені белгілі. Барлығымызға да ата бабамыздың аруағы жар болсын дегім келеді. Мына бүгінгі егемендік алып, тәуелсіздік алғаннан кейінгі қол жеткізген, сонау Ресейдің отарлау саясатына қарсы күрескен Хиуа менен тек бір осы Маңғыстау мына жем бойын емес, сондай-ақ Маңғыстау жерінде де үлкен қан төгіс шайқастарға қатысып, ерлікпен қорғады. Бүгінгі күні ұрпағы ата бабамыздың ерлігін ұмытпай, қолдап, қолпаштап, үлкен ас беріп жатыр. Дүйім жұртқа, елге, барлық азаматтарға атсалысқан өз атаба осы Дәуімшар атаның ұрпағы ретінде, ұйымдастырушылар мүшесі ретінде алғысымды білдірем. Алла разы болсын бәрімізге, еліміз тыныш болсын, Қазақстанымыз жасай берсін әрдайым. Сүгір жырау толғауында түгелде аты шыққан Рақ батыр аққұйрық атын мініп жауға шапса қайырлы болады екен соңы ақыр деп жырлаған шоғы шежіресінде түгел тақтасынан тарайтын халық батыры Рақ Есетұлы да осы қорымда қаруластарымен қатар жерленген. Жастайынан қалмақ шапқыншылығы мен Хиуа басқыншылығына қарсы тұрып, қанды жорықтарға қатысып, қаһармандық танытқан ол оққағары бар қасиетті кісі болыпты. Қанша қақтығыстарға қатысса да жараланбай аман шығады екен. Дәуімшар мен Құдабай бастаған жорық кезінде 36 жаста болған. Құлпытасында Адай руы, Қырықмылтық тайфасы, Жарылғап баласы, Түгел баласы, Есет баласы Рақ батыр Уфат 84 жасында 1858 жылда. Қылдырды кіші баласы Сүйірбас деп Шағатай тілінде жазылған жазу бар. Оның да бетіне жаңа құлпытас қойылды. Дәуімшар атамыздың мінеке ұрпақтары алыстан жақыннан ағайын тумаларды шақырып мінеке ас су беріп жатыр. Садақалары қабыл болсын. Мен де солардан бөтен емеспін. Нижан дейтін атаның шөбересімін. Атамыз осы жерде жерленген екен. Мінеке 200 жыл өткенде атамыздың кесенесін тауып, басына мінеке белгі қойып жатырмыз. Қуаныштымын өте. Басқа да ағайындардың белгісіз кесенелерін іздеп тауып жатырмыз. Қонағасы күні кешкісін басталған өнер кешінде таңға дейін 5 жүйріктің жыр терме, толғаулары, жеті қайқының ән күйлері мен шоғыдан шыққан ақын жырау күйшілердің сөз өнері мен саз өнері мұралары тыңдаушының құмарын қандырды. Ертеңіне ұлттық спорттық шаралар аламан бәйгімен басталды. Үміткерлер бағы мен бабын сынады. Бәйгі балалар атқа қонды, жанкүйерлер тақым қысты. Көпшілік қиқулап қазанаттарға қанат бітірді. Ебейті елді мекені баптап қосқан Жирен Қасқа атты жүйрігі иесіне бас жүлдені жеңіп алып берді. Бірінші
бапкер дайындаған Шерен басқа, Шабандозы Қотабай, аттың жасы 3-те. Көпшіліктің арқасын қоздырған таласты тартысты өткен бәсекелердің бірі қазақ күресінен Дәуімшар батыр Қуатұлы атындағы турнир болды. Ертеде шоғыдан шыққан палуандар басшы Боқы Сүлеймен аталарының рухынан күш-қуат алған ұрпағы Баубек балуанның бағы жанып, бас жүлдені жеңіп алды. Қараукелді ауылынанмын, районнан. Қырықмылтық Есекей руым, Шоғы батырдың ұрпағымыз. Аллаға шүкір, үлкен дүбірлі ас беріп отыр үлкен. Ағаларымызға рахмет, осы ұрпақтарына, Дәуімшар атамыздың. Сол құтты болсын барлығы. Жеңімпаз болып жатырмын, Аллаға шүкір, жақсы. Қарсыластар енді оңай емес, көріп жатсыздар, айқай шу. Сол күресті қойып кеткеніме бір 5 жыл болып еді. Сонда да осы енді атамыздың несінде бір күрес жіберейін, бір сына жіберейін бағым деп. Сол 5 жылдан бері өзім жаттықтырушымын Қараукелді Байғайын ауданында. Ата-бабалар рухына арналған шаралар салтанатты митингке ұласып, Дәуімшар Құдабай бастаған батырлардың ерлік істері туралы тарихи, әдеби бағытта баяндамалар оқылды. Ақын журналист Мұратбай Ұлықпан Дәуімшар батырмен сырласу атты поэмасынан үзінді ұсынды. Тарихтың шимайланған торы жатыр, қайғы мен қасіреттің оры жатыр. Сізден бізді қол үздірер арамызда, 3 ғасырдың үзік-үзік жолы жатыр. Бір кездері өтпеді сөзім тіпті, сондықтан болып шықты төзім күпті. Өздеріңіз қорғаған кең далама, алыстан ағылшындар көзін тікті. Үй түгіл басып алған қойманы да, сүйенген зеңбіректің тойнағына, 40 жаста құрбан болдың қайран ата, қарсы боп орыстардың ойранына. Қазақ десе қиындық іркілмеді, заманның зарлағаны бір түрледі, іргедегі қиуаның қанының да бізге қарай өңеші бүлкілдеді. Сіздер тарту еткен соң адаласты, қазағым қаймықпастан қазан асты. Бұл жақта орыстармен алыссаңдар, Маңғыстау жәуміттермен жағаласты. Жауларға 5 қаруды қомдадыңдар, бұлт болып аспандарын торладыңдар, атқа қонып түн қатып түсін қашып, төскейін туған жердің қорғадыңдар. Аянбай қылыш найза сермедіңдер, қан кешіп намыс үшін терледіңдер. Жем сағыз ойыл қиыл бойларымен Маңғыстауды дұшпанға бермедіңдер. Алмапсың ешбір жаудан сұрабайдар, досты да ықтырыпсың бұрабайдар. Көптеген шайқастарда бірге болған туысың Серғазы мен Құдабайлар. Адайға аты мәшһүр бас батырым, 40 жаста құрбан болған жас батырым. Қазаққа азаттықты сыйға тартқан ерлігің елесінде хас батырым. Ерлік пен елдікті біз ұмытпаймыз, ездік пен ерлік жолын сұрыптаймыз. Өнегелі өрнегін өміріңнің біз ұрпағың мәңгілік ұмытпаймыз. О баба, қайраттысың, қырағысың, халқымның бәйгі тозған пырағысың. Түркістанның төрінде жатқан бабаң, шоқтығы биік шоғының шынарысың. Осы іс-шаралардың абыроймен жоғары деңгейде өтуіне Шоғы батыр ұрпақтарынан құралған ұйымдастыру алқасының әрбір мүшесінің еңбегі зор. Бас қосып, бастама көтеріп, қонақ күтіп, тізе бүкпей қызмет еткен маңғыстаулық және ақтөбелік барша ағайынға алғыс жарияланды. Алматыдан, Астанадан, Жамбыл, Шымкент, Орал, Атырау, осы маңдағы Ақтөбе, Бейнеу, Маңғыстау облысының ағайындардың бас қосып келіп отыр. Қаражар, Жарғамыс, Оймауыт, Миялы елдерінен келіп қызмет жасап жатыр. Әсіресе осы ауылдың азаматтарына көп рахмет. Басталғалы 40 күннің шамасында болды. Содан бері ат салысып келе жатыр ағаларымыз. Және інілеріміз көптеген келін қыздар атаның жолына қызметтерін аямай жасап отыр. Дәуімшар Құдабай батырлар туралы зерттеу мен деректер жинау жұмыстары әлі де жалғаса береді. Қазақстанның киелі жерлерінің тізіміне енген соң, туристік мекенге айналып, ұрпақ жадында қайта жаңғырары сөзсіз. Байғайын ауданында аудандық музей бар, сол Дәуімшар атаның экспозициясы қойылған болатын. Осы экспозицияға
мына ұрпақтарының құлағына салғым келеді. Қандай дүниесі бар, қандай экспонаттары бар, беріп жатса нұр үстіне нұр болар еді. Себебі Дәуімшар атаны айтқанда, енді ол кісінің осы батырлығын, ерлік жолын дәріптейтін бір дүниелер тұрса екен дейміз. Қазір енді қорым және олың тарихи ескерткіштердегі әртүрлі суреттер ғана тұр, және бірде екілі ғана дүниесі тұр. Сондықтан болашақта осы ұрпақтары біліп жатса, болып жатса, аудандық музейге әкеліп тапсыруларына болады. Үкімет жұртшылықпен ақылдаса отырып жоба әзірлеуі керек. Онда 3 мәселе қамтылғаны жөн. Нақтырақ айтқанда, бірінші, мәдени географиялық белдеудің рөлі мен оған енетін орындар туралы әрбір қазақстандық білу үшін оқу-ағарту дайындығын жүргізу қажет. Екінші, бұқаралық ақпарат құралдары осыдан туындайтын ұлттық ақпараттық жобалармен жүйелі түрде мықтап айналысу керек. Үшінші, ішкі және сыртқы мәдени туризм халқымыздың осы қастерлі мұраларына сүйенуге тиіс. Бұл бастамаға атсалысуға жалпы халықтың да мүмкіндігі бар. Мемлекеттік саясат пен идеологияға бұқараның қолдауы қосылса, ұлттық ұпайымызды түгендеуге серпін болмақ. Ендеше осы мақсат мұратқа әрбір естияр азамат үлес қосуға ұмтылғаны жөн.